Оңтүстік халқы 2011 жылды табысты аяқтап, қоян жылын қуанышты сәттермен шығарып салды. Жылдың үздіктерін анықтап, барлық салада қызмет еткен азаматтардың еңбегін елеп бағалады. Композиторлық жолда көптеген әндермен тыңдарманға белгілі Айжігіт Асанов жылдың үздік сазгері атанды. Бұл сазгердің тек бір жылдық еңбегі ғана емес. 80 жылдардан бастап бүлдіршіндерге арналған шыршаға бардық, қаламыздың мерейін сақтатуға арналған Шымкент шырайлы қала. Өмірдің заңды құбылысы ретінде жазылған Құрдастарым елуде тағы да басқа сәтті өлеңдері көптеген әншілердің репертуарында жүр. Ал сазгермен үнемі бірігіп ән жазатын ақын Бақытжан Ауданбай Қазақстан сарбаздары әнінің шығу тарихына тоқталды. Жоспарымда жүрген бір арман бар еді. Біздің Қазақстан сарбаздары шіркін топпен, саппен жүріп, сондай бір адамдарды төңірегін жігерлендіретін, өздерін жігерлендіретін бір өлең болса деп армандайтын. Өйткені орыстардың жаңағы киноларын көресің, баяғыда біз өзі партияның кезінде саппен өлең айтатынбыз, сол кезде бәрі орысша болады. Мысалы, біз «Эх, тельняшка, матросская рубашка, ты зимой, и летом хороша», деп арасында біреу сықырып қояды арамызда. Сол бір керемет адамға жігер беретін, қайрат беретін. Шіркін сондай өлең болса деп армандап жүретін де. Оның үстіне анау әскери жаңағы бөлім біздің үйдің қасында тұрады. Күнде солардың өлеңімен оянамын. Өлеңдері қандай дейсің? Жаңағы кекілді қыз, қаладым сені дегенмен маршировать етіп өтетін де. Содан жаңағы Айжігітпен жолыққанымызда біздің осы жаңағы солдаттарға арнаған бір өлең шығарайық деген әңгіме шығып, сол біздің әскерлеріміз айтатын өлеңді шығаруға кірістік те. Сөйтіп жаңағы Айекеңнің жазған әуені шынында да жаңағы ысқыратын жерінде, сол аяқтың ырғағына да жақсы келіп атты да. Сонымен мен жаңағы толғанып қойып, сол Қазақстан сарбаздары деген өлеңді жаздым. Сазгер әртүрлі тақырыпта ән жазады, ал Шардара қаласына арнаған әні «Шағалалы Шардара» бүкіл шардаралықтардың гимн ретінде ел аузында. Тұран елінің тектілі Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевқа арнаған Димаш аға өлеңі Әбдіхан Нұрмағанбетовтің орындауында тарихқа кірді. Ол республикалық байқаулардан өз бағасын алған туынды. Ал тәуелсіздіктің 20 жылдығына арнаған тәуелсіздік әні патриоттық әндер қатарына еніп бейнебаян түсірілді. «Отаным жүрегімде» атты бейнеклиптер байқауында 3-ші орынды иемденіп үлгерді. Былтырғы жылы біздер үшін жемісті жыл болды. Себебі тәуелсіздіктің 20 жылдық мерейтойын тойлау аясында бірнеше өлең жазылды. Соңғы бір өлеңіміз Егемен Қазақстанға бергенбіз, осы тәуелсіздік жайында. Тәуелсіздік деген өлеңнің өзі шығудың жүрек жарда тебіреніп шықпаса, бұл жайдан шықпайтын өлең. Ақ найзаның ұшымен, ақ білектің күшімен келген деген жас ұрпақ ойлайтын күн бүгін, мақтанатын күн бүгін, шаттанатын күн, ата баба алдында ақталатын күн бүгін деп, осы тебіренітпен айтылатын әрбір куплеті осы кезде сонымен ұйқасын келтіріп ән шығарған, ән шықты. Жалпы мен ойлаймын, халық өте жақсы қабылдады. Қазір таңда өзі сұранып та айтқызып жүр. Әсіресе мен осы көптеген елдердің арасында жүргенімде осы өлеңнің авторы сіз айтып жатқан кезде олар қандай керемет өлең шыққанын, міне ауылдан шыққан, ауылдағы азаматтардың, әсіресе Айжігіт Асан сияқты өткен композиторлардың елге көптеген елене бермейтін, көзге көріне бермейтін азаматтардың арқасында жақсы өлең шыққанын халық мойындау керек деп ойлаймын. Айжігіт Асановтың шығармашылығына көз жүгіртсек, өнер әлемінің алтын қорына қомақты үлес қосыпты. Әлі де көптеген әндерді жарыққа шығаруды жоспарлаған сазгер келешекке сұлу саз сыйлау үшін тер төгіп жатыр. Марапатқа ие болдық. Енді бұл менің айтып келтіріп отырғандағы мақсатым шынында ол тек қана бір тәуелсіздік әнімен шектеліп қалмағанды, жаңағы солардың жаңағы алдындағы жасаған еңбектерінің бәрі қорытынды бір жиынтығының нәтижесі болды ғой деген өзім сондай ойдамын. Иә, енді бұл марапат бізге қосымша анау шығармашылық адамның көңіліне ой тастайды, толғау тастайды, қосымша бір жігер, шабыт қосады деген секілді. Бұл енді әлде біздің енді мен айтар едім, бергеннен береріміз алда деп, соған Құдайға шүкір, Алла
жар болса, әлде ойда жүрген көп деген нәрселер бар. Халыққа басқа бір қырларынан да көріне беретін жағдайлар бар шығар. Ән болсын, бұл өнердің бәрі халық үшін қызмет жасайды ғой. Сондықтан мен халқыма айтар едім, Құда қаласа, алда әлі талай жақсы Алла қаласа әуендер дүниеге әкеліп, соларды жеткізіп жатсам, соны осы халқым бағалап, бағасын беріп жатса, одан артық бізге сый құрмет жоқ. Сондай сый құрметтің бірін былтырғы жылдардың қорытындысынан көрдім. Сол маған өте үлкен жаңа ой тастап, шабыт беріп, қолдап отыр. Өнер жұмбағы көп әлем, оның шешуін тапсаң, сәттіліктер алдыңнан шығатыны сөзсіз. Біздің сазгерге айтарымыз, сызылған саздарыңыз ел жүрегінде маздай берсін демекпіз.